декретте үйге қамап қойдың да өзің жүрсің қаңғырып. Мен жұмыс істеп жүрмін ғой. Сен бір қиналып жүрген сияқты баш кешке дейін бала қарағаннан басқа не істеп жүрсің сен? Бір күнге денелерімізбен ауыссақ қой, сол кезде көрер едім. Не болып кеткен түрім? Не істегенсің сен? Біз денемізбен ауысып кеттік. Не істейміз? Маған қарап жұмысқа бару керек. Той, саған жұмысқа бару керек. Балам памперсін ауыстырды ұмытпа. Смес ана жерде тұр. 2 сағаттан кейін маман келеді. Тамақ істеп қой, үйде жинастырып қой. Мен жаман келін қылып көрсетпей оқыттың ба? Ой, иә, бош бар, қазір жұмысқа кешігесің. Жұмысқа кешіп қалмау керек. Таза ауа. Сонда декреттен бір күнге құтылғанда жұмыс істеу керек па? Сонда барып? Нифига себе. Қойшы, мен бүгін өз-өзіме көңіл бөлем. Я свободна. Жизнь, которую я хочу. Ой, шылап күтті ғой әткең. Декретнің ақшасын бүгін от души шашпасам. Мәні күшті не? Алло? Алло, кеудем ауырып жатыр, не болып кетті? Жан, сен сүтті толып кетті ғой, балам. Емізуге сен әлдеміз бегесің ба? Ондай да бар ма не? Вау, вообще тема. Алло? Ей, мына балаң шық қой дей, келді ауыстырып кетші. Баланың жүргектерін ауыстырсаңшы. Сабико тұр ғой кухняда, соны ал. Сапасы күшті, японский качествода жүргектер. Соны кигіз. Әрең ұйықтады ғой. Мама керек деді емес па, я? Ой, әкең аузы. Қалайсыңдар? Мама, келдіңіз ба наконец-то? Балаға қарай салыңызшы. Одан кейін тамақ жоқ, бургер, донер бірдеңе заказ бере салайық па? Мен келдім. Келдің ау, әйтеуір. Қайда жүрсің? Мама, сәлемет. Тамақ істемейсің ба не? Қазір өзің тамақ істемей отыра беріңіздер. Сич тезірек. Келін әбден басыңа шығып апты. Кеттім мен. Наконец-то өз денем орнына келді. Я, наконец-то. Сен осы уақытқа түсінбеппін. Декретте кәдімгідей қиын екен ғой. Енді жанында көбірек болуға тырысам. Одан кейін каждый ай сайын декретте отырғаным үшін саған зарплата төлеп отырам. Жарай ма? Рахмет, жан. Не көріп жатсың? Бір қазақ кино басталды. Көшпенділер махаббаты. Япырмау, мына қасы көзі қиылған сұлу бикеш кім болды екен? Маған неге осындай сөздер айтпайсың? Ару қыз, жапан далада жалғыз өзіңіз не істеп жүрсіз? Байқаңыз, мен сияқты бір аңшының қаңғыған оғы тиіп кетіп жүрмесін абайсызда. Қазақша таза сөйлеген қандай күшті естіледі, я? Аңшының оғы маған тимес, батырым. Керісінше менің жанарым тигенер өзі-ақ жараланып қалар. Неге осы бұрынғы заман туралы киноларда қыздар осылай күледі? Батырым, мені бүгін күттіріп қойғаныңыз жарамады. Қаратаудың ар жағынан жау келе жатыр дейді. Бүгін жорыққа аттанам. Ой, точно өледі ба? Жоқ, мен сізді жібермеймін. Сіз ол жаққа барып мерт болып қалайын деп тұрсыз ғой. Барлық қазақтың ескі киноларында жігіт осылай өліп қалады. Қос ғашықтар қосылмайды. Не айтып тұрсың сен, жамандық шақырма. Біздің кино ондай болмайды. Мен аман есен жорықтан келем. Одан кейін екеуміз кең байтақ даламызды бірге шарлайтын боламыз. Кики турмен бірге Түркістан, Арыстанбаб, Отырар қалашығы, Ақ мешіт үңгірінің барлығына баратын боламыз. 8 наурызға дейін турдың бағасы бар болғаны 30 мың теңге. Наурыз қарсаңында сондай тарихи Түркістанға тур жасап жатыр екен. Турдың бағасына трансфер, гид, жайлы қонақ үй таңғасы мен Түркістанда түскі ас барлығы кіреді. Күшті тур екен, екеуміз де барайықшы. Уәдеңізге сендім, батырым. Сіз келгенше жүрегімді аман сақтаймын. Ал, көріскенше. Күндер, айлар, 3 жыл өтті. Батырымды сағынышпен күтудемін. Және ол оралды. Батырым, уәдеңізде тұрыпсыз ғой. Әрине, жігіттің екі сөйлегені өлген емес пе? Уәде еткеніндей Түркістанға турға кеттік, Кики турмен. Күшті кино екен. Сендер мен Түркістанға апаршы. Мама, папа, бұл сіздердің болашақ күйеу балаларыңыз. Сәлеметсіздер ме? Алдында бұл жігіт бізге ұнамайды, маңына жолама деп айтқан жігітті алып келіп тұрсың ба бізге? Менің телефоным қайда? Қазір. Мына менің Ламборгиниімнің кілті екен ғой. Далада тұр ғой. Ламборгини қымбат мәшін ғой ол. Телефоным қайда?
қызыл диплом қалтамда жүр екен ғой. Бірақ диплом ба? Дипломдарым деп айтқым келіп тұр да. Диплом жетеді менде. Телефоным қайда? Телефоным қайда? Қалтам толған ақша. Көп ақша тапсаң да жаман бар ғой, таппайсың заттарыңды. Досым Қайрат Нұртаспен түскен суретін жүр екен ғой. Тойға келіп тегін ән айтып беремін дейді. Қайрат Нұртас? Мынау немене? Бұл Кики тур ұйымдастырып жатқан Өзбекстанға тур ғой. Сіздерді саяхатқа жіберейік деп едік қой Өзбекстанға. Сонда Өзбекстанға барамыз ба біз? Ташкент, Самарқанд адам басы 60 мың теңге. Ташкент, Самарқанд, Бұқара адам басы 150 мың теңге. Сіздерді сол жаққа турға жібермейміз ба? Өзбекстан шекарасынан жайлы лежачий автобуспен барасыздар. Өзбекстанның ішінде жылдам пойызбен «Еркебұлан қайдасың?» деп саяхаттамайсыздар ма? Керемет екен! Егер сен де Өзбекстанға саяхаттаған келсе, комментарийға плюс қалдыр. Таптым телефонды. Маған звондап жатыр екен. 1 минут, иә? Да, братан. Иә, әрине тойға келе беріңіз, шақырамыз. Қызым, мына жігіт барға бізге сразу ұнады. Өтте керемет жігіт таңдапсың деп. Бердім батам деп бақытты болдыр, айдалай. Ұнады бізге. Айттым ғой ата-анаңа ұнайым деп. Дайындалып Өзбекстанға кеттік онда. Дайындалып, отыра беріңдер өздерің, иә? Баламыз таңдап жатыр. Ой, алма тағы немереміз қаратып қой. Өші блокқа тығып тастап ше. Неге алмай жатыр? Домофонына звондап жатыр. Мама, папа, Айгенге қарап бересіздер ма? Алма, үйде жоқ деп ойлап қалсын. Үйде жоқ па? Мама, папа. Үйде ешкім жоқ па? Менде кілт бар, давай өзім ашайын. Қайда кетіп қалған? Свет жанып тұр ғой, бірақ. Мама, папа, қайдасыздар? Қайдасыздар? Мама? Папа? Апа? Ой, Айню, қалайсың? Ата. Қалайсыңдар? Мама, папа, не аптығылып жүрсіздер бізден? Бүгін Айнға қарай тұра аласыздар ма? Біз тойға бар келсек. Тағы ма? Күнде бала қарап кеттік қой өзі. Бізді тегін няня қылып алдыдар ма? Не істедіңдер өзі, а? Бірақ сіздер немелеріңізге қараған жақсы көресіздер ғой? Әрине жақсы көреміз, бірақ күнде емес қой енді. Соны айтамын, өмір бақи сендерді бақтық. Әбден өстау дегенде балаларыңды әкеп тұрсыңдар енді. Бізде сонда өзімізде өмір жоқ па? Бізде де бос уақыт, бізде де личный пространство деген болу керек. Мам, папа, сіздер болмасаңыздар кім қарап береді енді? Біз қайда тастаймыз баламызды? Ой, балабақшаға берсеңдерші. Біз күшті сенімді балабақша таптық. Күшті, элитный, академ бала деп аталады. Академ бала бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балалар толық күнге қабылдайтын балабақша. 5 мезгіл нутрициологпен бекітілген тамақ ішеді, мектепке дайындық тобы бар. Бала жасына сай нейро бағыттағы дамыту программалары да бар. Мейірімді, гуманды педагогиканы ұстанатын тәрбиешілері бар. Онлайн бейне бақылау жүйесі де жұмыс істеп тұр, развозкасы да бар. Оның үстіне неше түрлі үйірмелер бар. Таэквондо, ағылшын тілі, бассейн, футбол, логопед, нейрофитнес, тұзды шахта, эрготерапия, логаритмика, логопед барлығы бар ішінде. Еще қазір оларда тегін пробный күнде жазуға болады екен. Толық ақпарат олардың Instagram парақшаларына өтіп аласың. Болды онда, қызымызды сол жаққа берейік. Иә, қызым. Тоқта, немеремізді бір иіске олай, потом апарасыңдар академ балаға. Қызымызға дұрыстап қараңыздар, иә? Иә, әрине. Кешкеде қызым сағынатын болдым. Бар ғой қызым, бар. Жүре ғой, Айден, жүр. Наконец-то садикке бардым. Кешке дейін босмыз ойла. Давай, бүгін атап өтеміз. Маған қыдырған кайф. Қызымыз не істеп жатыр екен? Ой, несіне уайымдайсың? Қызымыз академ балаға барады ғой, элитный садикқа. Балаң не істеп жатқанын онлайн камерадан көріп отырсаң болады даже. Академ бала бұл 1 мен 6 жас аралығындағы балаларды толық күнге қабылдайтын балабақша. 5 мезгіл нутрициологпен бекітілген тамақ ішеді, мектепке дайындық тобы бар. Бала жасына сай нейро бағыттағы дамыту программалары да бар. Мейірімді, гуманды педагогиканы ұстанатын тәрбиешілер, развозкасы да бар. Ішінде неше түрлі үйірмелер қарастырылған. Таэквондо, ағылшын тілі, бассейн, футбол, логопед, нейрофитнес, тұзды шахта, эрготерапия, логаритмика барлығы бар. Толығырақ білу үшін олардың инстаграмдарына өт.
Мә, уже уақыт болып қойыпты, қызымызды алып кету керек садиктан. Мә, уже уақыт болып қойды ма? Мен қыдырып үлгермедім. Ертең тағы да келейікші, декретке шыққалы бері дұрыс қыдырмадым. Мен де қыдырғым келіп тұр әлі. Ладно, ертең тағы келеміз я онда. Әлен мама папа келді жүре ғой. О, қызым! Садик нады ма қызым? Рахмет сіздерге. Психолог мырза, менің әйелім қарап беріңізші. Вообще өзір кетті әйелім. Өмірі шаршап жүреді, ұрысқақ. Бұрын вообще ондай емес еді. Қойшы, саған да Сабыр сақтаймыз. Қазір барлығын анықтаймыз. Так, мына жерде не көріп тұрсыз? қарны ашып жылап жатқан бала ғой. Ал мына суретте не көріп тұрсыз? Памперс толып кеткен бала ғой. Ал мына жерден ше? Шашып жатқан үй. Келесі сұрақ, бос уақытыңызда немен айналысасыз? Мен бос уақытта айналысатын сүйікті істерім көп. Мысалы, үй жинау, бала қарау, кір жуу, жас кезінде еске салып жылау. Сіз сонда шаршамайсыз ба? Үй неменеге шаршайды ол, үйде отыр ғой күнімен. Ал сіз соңғы рет қашан демалдыңыз? Декретке шықпай тұрып 5 жыл бұрын. Естіп тұрсыздар ма? Бала жылап жатыр. Бала жылап жатыр. Жоқ, бұл жерде бала жоқ. Сабыр сақтаңыз, сіз психологтың кабинетіндесіз. Мен сіздердің проблемаңызды анықтаған сияқтымын. Иә, қандай? Сіздің әйеліңіз 5 жыл декретте отырып, әбден шаршаған. Еще сіз де қолдау көрсетпейсіз. Постоянно жұмыстасыз, баламен қалдырып кеттіңіз. Сіздерге балаларыңызды академ бала деген премиум элитный садикқа беру керек. Академ бала 1 мен 6 жас аралығындағы балаларды толық күнге қабылдайды. Балаңыз бұл жерде жай ғана уақыт өткізбей, заманауи нейростим бағыты бойынша өз жасына сай дамиды. Балабақшада онлайн видео бақылау жүйесі бар. Сондай-ақ нутрициолог бекіткен 5 мезгіл ас мәзірі ұсынылады. Сонымен қатар тұзды шахта, логопед, нейрофитнес, музыкотерапия, хореография, бассейн, футбол, ағылшын тілі, эрготерапия сияқты көптеген үйірмелер қарастырылған. Развозка қызметі де бар. Сонымен қатар балаңызды небәрі 5 ай ішінде мектепке толық дайындап береді. Оларда еще садикқа экскурсия бар. Экскурсияға қатысу үшін комментарийға плюс қалдырыңыздар. Болды, жан, экскурсияға барайықшы. Рахмет дәрігер. Енді академ балаға баламызды беріп, әйелімді бала тәрбиесіне босатпасам, әйтсе совсем жындан көретін болды ғой. Ар менің корейский дорамам басталды. Пикми махаббат. Студия софтбокс. Бұл не туралы? Әнем нағыз Сосону, Керейдің қызы. Ал мынау бай Чеболь үлкен корпорацияның бас мұрагері. Екеуі бір-бірін көрді. Қандай романтично! Рахмет. Рахметпен ғана құтыла алмайсың. Мен сенің өміріңді құтқарып қалдым ғой. Енді сен күні бойы менің айтқанымды істейтін боласың. Болды екен. Сен сияқты кедейдеме менің балама жолға қалай дәтің барады? Мама, не істеп жатырсыз? Мына кедейдің жанында жүрсең, мұрагерлікті саған қалдырмаймын. Маған Сосоно болмаса, бұл байлықтың қажеті жоқ. Мен мұрагерліктен бас тартам. Жүр кеттік. Қалай сериал ұнады ма? Неме корейстер мақтай бердің? Мен де саған омега ауа тазартқышын алдым. Аллергиясы барларға, баласы барларға өте керек нәрсе. Еще олар компанияның 1 жылдығына орай розыгрыш ұйымдастырып жатыр. Бірінші орынға евро тұр және басқа да бағалы сыйлықтар беріледі. Рахмет, оппа! Сен телефоның қайда? Туй осы үйде бүкіл заттар қайда жоғалып кетеді? Барлығы мұнда. Бұл не? Бұл сенің өмір бойы жоғалтқан заттарың. Мен бірінші телефоным. Қайдан таптың? Сен бұны 2009 жылы қораның артында ұмытып кеткенсің. Менің алтын сырғаларым. Сен бұларды моншада ұмытып кеттің. Мынау не? Бұл сенің алғашқы махаббатыңның хаты. 8-ші класста химия кітабының ішінде кетіп қалды. Мараттан ба? Үй мұнда жүр ғой. Колледждағы подругаң Жанеля ұрлап кетті. Стерва Жанеля. Үй Сабико жүргеттері жүр ғой. Бұны сендер магазиннің кассасында ұмытып кеттісіңдер ғой. Мә тапқан жақсы болды. Японский качество деп алдым ғой. Жоғалған телефоным. Бека деген жігіттің сені ұрлап ломбардқа өткізіп жіберген. Ал сен сонда кімсің?
Әлі түсінбедің бе? Мен сен жоғалтып алған өзіңмін. Келін боламын деп, әйел, ана боламын деп өзіңнің алаңсыз күліп ойнап жүрген кезіңді жоғалтып алдың. Мен сенің қаласаң қатты күлетін, шынайы қуана алатын, биік армандары бар бұрынғы кезіңмін. Сен есейе келе мені ақырындап жоғалта бастадың. Бірақ менің бір бөлігім әрдайым сенің ішінде. Қаласаң таба аласың. Ей, мә телефоның. Мен бәрі неге шашып сағасың? Рахмет. Мына Марат деген кім саған сүйемін деп хат жазыпты ғой. Ойлашы, Айгүл мен Марат қыз жасайын деп жатыр екен. Кет жар, не үшін? Білмеймін, сұрамадым. Біздің көрші Жәнібек бар ғой, соның әйелі апасы көзіне шөп салып жүр дейді. Серьезно? Еще кіммен десеш? Кіммен? Білмеймін, сұрамадым. Біреудің өмірін не істейді? Өздері біледі ғой. Мен класстасым Қайраттың папасы бар ғой, өзінің туған папасы емес екен, ойлашы. Кім сонда? Білмедім. Интересоваться етпедім. Танисың деді, бірақ сұрамадым. Не істеймін біреудің өмірін? Кәне, давай, ұр, давай! Енді мен ұр көрейін. Ай, күшім азай қапты. Мне лавандовый раф на кокосовом молоке можно? Нормальный тамақ жесеші, мә. Это балык, да? Я таңертең өзім ауладым. Осыны пісіріп берейін ба саған? Құрт жейсің бә? Әй, көңіл күйің жоқ қой. Мен бүгін вообще ұйқым қанбады, сағат 12-де бірақ тұрдым, шаршаптым бүгін. Менің бүгін ұйқым қанды, таң сағат 5-те тұрдым, жер саудым, малды табынға жібердім, папан трактормен жер жырттық. Әдеттегідей ғой. Массаган. 11 сәуір не істейсің? Еш нәрсе? Қойш, онда сағат 10:00-де Шымкент қаласының әкімдігінің алдына келсеңші. Не үшін? Менің папам ауыл партиясының мүшесі емес пе? Сол ауыл партиясы Ауыл фест балық шаруашылығы 2026 бірінші халықаралық фестивалін өткізгелі жатыр. Ол жерде халықаралық көрме және форум, балықтан жасалған тағамдар бойынша гастрономиялық шоу, ұлттық ойындар мен мәдени сауық бағдарламасы, фермерлік жәрмеңке және фудкорт күтеді. Кеш соңында ауыл пати, өнер жұлдыздары өнер көрсететін болады. Еще кешке дискотека болады. Біз де сол жерде боламыз. Так что обязательно кел. Міндетті түрде барамын. Мынау саған. Бұл не? Саған ауылдан сәлемдеме, ішінде соғым, бауырсақ, кілегей, сүт барлығы бар. Давай! Пока. Қолы бұл.